Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер. Заманауи мұғалім YouTube арнасына қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге алтын сандық интеллектуалды ойынын көрсетемін. Бұл ойын мектептерде, университетте ойнатсаңыздар болады. Кез келген пәнге тақырып бойынша сұрақтар, есептер жазып қолдануға жарайды. Енді осындай қазір мен 3 топ бойынша жасадым. Қалай оны 4 топ қылуға болады, 2 топ қылуға болады, оны да алда уақытта айтамын. Қазір сразу ашып көрсетейін қалай болатынын. Сначала деп ашамыз. Осындай басталады. Алтын сандық деп шығады. Ойынды бастау деген батырма басамыз. Осы жерден мысалы бірінші, екінші, үшінші топ, бірінші топ мысалы осы жерде кез келген бір 5 ен таңдайды. Сандықшаны дұрыс жауап беретін болса, мына жерге жұлдызшалар қойылып отырады. Жұлдызшасы толық болған топ жеңімпаз атанады. Мысалы кімдікі көп болады, кімдікі аз болады деген сияқты. Мысалы үшінші ұяшықты таңдайды. Сандықшаны таңдайды. Сандықша шығады бізде. Ашатын болсақ, сандықшаның ішінен бізде сұрақ шығады. Өстіп ойланады. Осы уақыттың ішінде одан кейін тексеру арқылы жауабы шығады. Жауабы шыққаннан кейін басты бет дегенге басатын болсақ, мына жерге келеді. Дұрыс жауап берген болса, маған мына жерде кез келген біріне қойылады. Міне, өстіп қойып отырады. Одан кейін келесі топ мысалы екінші сандықшаны ашады. Сандықшадан өстіп бізде ашып береміз. Сандықша шығады. Сұрағы шығады. Тексеру, жауабы шығады. Одан кейін мынаған басып жібереміз. Қате жауап берсе, мынаған қойылмайды. Одан кейін мысалы үшінші сандықшаны ашты. Бұл жерде де мысалы жауабы шығады. Яғни дұрыс жауап берген болса, бұған мысалы мына жерде былай беріледі. Одан кейін бірінші топ мысалы 5-ті таңдайды. Кез келгенін өстіп таңдай береді. Өстіп таңдап отырады. Одан кейін мына жерде уақытты қосамыз. Сосын тексеруге басатын болсақ, жауабы шығады. Одан кейін басты бетке басатын болсақ, өстіп келеді. Бұл қате жауап берді деп бұған қоймаймыз. Мысалы мына қояды. Міне, барлығы істейді. Бүйтіп бассаңыздар шығып отырады. Кімдікі көп болды деген сияқты. Барлық ұяшықтарда анимациясы қойылған, дайын. Міне, өстіп бассаңыздар ашыла беріп, сандықша шығады. Сандықша бойынша мынаған басатын болса, уақыттың несі кетеді. Одан кейін сол уақытты ойланып болғаннан кейін жауап береді. Мынаған басамыз, өстіп істейді. Соңында мынаған басып жіберсек болды. Яғни түсінікті деп ойлаймын. Мына жердегі қатар 5-еу тұрғаны ол бірінші топтікі. Одан кейін қатар тағы да 5-еу тұрады. Сол 5-еуі екінші топ. Одан кейінгі 5-еуі ол үшінші топтың сұрақтары болады. Әрбір топқа өстіп мына жерге сұрағын, мына жерге жауабын жазып шығасыздар. Яғни есеп болса, есеп жаңа айтқандай. Сурет қою керек болса, мына жерлерге сурет қойсаңыздар да болады. Одан кейін жаңа айттым ғой, мына жерде ұяшықты таңдайды. Ойынның шарты дұрыс жауап берген кезде ғана мынау қойылып отырады. Қате жауап берсе қойылмайды. Соңында мына жерге біз топтың атауын жазсақ та болады. Өшіріп 1, 2, 3 топ, 3 топ емес, өшіріп атауын жазсақ та болады. Енді 2 топ ойнату керек болса, мынаның бәрін былай белгілеп аласыздар мишпен. Осыны врезать етіп алып тастайсыздар, удалить етіп. Одан кейін мынаны былай белгілеп, сәл астына қойсақ болды. Сосын біз мына жердегі ең соңында қатар тұрған 5 сұрақты өшіре саламыз, болды. Сонда 2 топ ойнатуға болады. Енді 4 топ ойнату үшін қалай жасаймыз? 4 топқа ойнату үшін мыналарды былай аламыз, бәрін алып, мыналарды кішірейтеміз. Мыналарды кішірейтіп, жоғары қарай көтеріп, мынаны копировать етіп, вставить етіп қоясыздар. Одан кейін соңғы жағында 5-еуін копировать етіп, вставить етіп қойып, сөйтіп мыналармен мынау арқылы удалить гиперссылка жасайсыздар. Мен қазір көрсетейін, прям көрсетейін. Гиперссылка деп өстіп бастайсыздар. Мысалы, мына жердегі қаншаншы слайд ол. Соңғы 5-еу болады. 17 болса, қазір менде мынаған бастамыз. Мысалы, мынаған басам, міне 1 деп тұр, осыған қоямыз. Өстіп, әрқайсының гиперссылкасын қойып шықсаңыздар, 4 топқа да ойнатуға болады. Яғни 3 топ, 2 топ, 4 топқа сөйтіп ойнатсаңыз. Жарайды, 5 болса 5 топқа да жасай алсаңыздар. Яғни өзгертіп. Я болмаса осы дайын түрінде 3 топқа ойнатсаңыздар, ол да әдемі негізі. Енді мына жерде витке басам, мына сортировщикке бассам, былай ретімен қойған мен, міне. Әрқайсының несі сұрақтары өстіп раздел етіп бөліп қойдым. Бөлек тұрсын деп. Осындай. Енді ойынның атауын өзгертуге болады. Мына жерден алтын сандықты өшіріп, атауын жазасыздар. Фонын өзгерту керек болса, фонын өзгертуге де болады.
өстіп ойнатсаңыздар болады. Осы ойын керек болса маған хабарласыңыздар. Назарларыңызға рахмет.